Бекжан Тұрсы ағамыз бір сөзінде әсілінде қазақтай тектілік сақтап дүниенің сырын дәл ұққан халық жоқ деп айтады. Расымен қазақ тектілігімен дараланған халық. Тектілік тек ақшамен не мәнсаппен өлшенбейді. Бүгінде өкінішке қарай кімнің ақшасы көп, кімнің лауазымы биік, сол текті деген түсінікпен қарайтын болдық. Мұзафар атамыз мәлім еді, қазақтың тектілігі тектіліктің бұл күнде кетті ғұны деп бекер айтпаса керек. Тектілік адамның болмысы, жүріс тұрысымен, сөзінен, ізетімен, кісілігінен байқалатын қасиет емес пе? Оның бастау бұлағы ана құрсағының тазалығы мен тәрбиенің тұнықтығында жатыр. Бұған дәлел болатын бір оқиға бар. Мұқағали атамыз бен Шәмші атамыз көшеде келе жатса, қазақтың бір қызы алдынан шығып иіліп жол береді. Сонда Шәмші атамыз Мұқағалиға қарап: "Ей Мұқаш, әшейінде қара өлеңнен қамыр илеймін деп мақтанып кететін өрелігің бар еді. Енді міне ерлігіңді көрейін. Қарындастың мынадай қасиетін көрмегелі біраз болды. Неге үндемей қалдың?" дейді. Сонда Мұқағали атамыз: "Мен жолымды берейін, өт қарағым, несін күттің, несіне көп қарадың, анасының бергенін саған берген әруағынан айналдым тек дананың, жалғанай жарасымдау ізет деген, иілген біз өтпенен, сіз өтпенен, қасиетін халқының сыйламайды, атасының дәстүрін күзетпеген, десе де жаңа өмір, жаңа заман, жақсы ғой бірін бірі бағалаған, түйсіксіз тайлақтардан сақта Құдай, тайраңда балдартына қарамаған, қарағым, ата бабаң момын халық, өтіпті бір-бірінің жолын бағып, өсиетін бабаңның орындай сал, одан ешкім кетпейді тоныңды алып, мен жолымды берейін, өт қарағым, несін күттің, несіне көп қарадың, қор болмассың құлыны тек дананың, жолын алсаң өзіңдей тек дағаның." Керемет емес пе? Кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсеткен міне шын тектілік осы. Тектілік дәулетпен емес, дәстүрмен, ақшамен емес, әдеппен, жиғаныңмен емес, иманыңмен өлшенетін қасиет деп білемін.